Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге асқабақты дәмді етіп духовкада пісіру жолын ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Асқабақты осындай орташа көлемде алып, жақсылап жуып сүртіп аламыз. Оны екі бөлікке бөлеміз. Тағы да екі бөлікке бөліп алып, ішіндегі тұқымдарынан тазартып алатын боламыз. Тұқымдарын лақтырмаймыз, кәдемізге жаратамыз. Видеоны көру барысында көрсеңіздер болады. Бірнеше бөліктерге өстіп асқабақтарымызды бөлгеннен кейін ортаңғы бөліктерінің барлығын алып тастаймыз. Мен асқабақты сыртымен пісіретін боламын. Асқабақтың дәміне қарай аздап секер салсаңыздар да болады. Оның үстіне мен секілді сармай қойып жіберсеңіздер, пісу барысында өте әдемі әрі майлы болып пісетін болады. 150 градус духовкада 1 сағат көлемде пісіріп аламыз. Енді қызып тұрған табамызға дәндерімізді салып, баяу отта қызартып қуырып аламыз. Балаларым менің жақсы көреді. Мінекей біздің асқабақтарымыз да дайын болды. 1 сағат көлемінде пісіп толықтай шығады. Күз мезгілінде асқабақты көбірек пайдалануға кеңес беремін, өйткені оның пайдасы ұшан теңіз. Ал енді піскен асқабағымыздың дәмін көретін боламыз. Байқасаңыздар, өте жұмсақ болып піскен, нәзік, аузыңызда еріп кетеді. Осы әдіс бойынша пісіріп көруге кеңес беремін. Бұл асқабақтар менің балалық шағымды еске салады, себебі балабақшада бізге асқабақты осылай дайындап беретін. Дәмі енді сөз жоқ, керемет. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де төменде поделиться батырмасын басып, өз достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Барлығын осылай ыдысымызға салып, жылы күйінде тұтынуға кеңес беремін. Асқабақты ұнататын жандарға дәл осы әдіс бойынша пісіріп көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі сәтті болып шығатын рецепт. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.